бұл машинаның бір ерекшелігі, кілтті алған кезде мына кнопканы басып тұрып баспасаң кілт шықпайды. Вообще шықпайды. Жоғалмайды. Бұл монстрдан осылай секіресің ғой почти. Достар, бүгінгі обзор легендарный Toyota 76 2007 жылғы, объем 4.5. Әлі күнге дейін Toyota бұның жаңасын әлі күнге дейін шығарып жатыр. Бірақ жаңа 76-дан бұл машинаның айырмашылығы, мысалы жаңа машинада бәрі пластик болады, өзінің родной тока. А бұл жерде полный люфтованный. Любой бездорожьеға дайын көлік қой. Ал енді достарым, бұл машинада не бар? Мен қай жерге бармадым бұл машинамен. Бұл машинамен анау Бетпақ далаға дейін бардым, Зайсан, Шығыс Қазақстан бәрін аралап келдім. Алматы облысы, Тараз, Жамбыл облысы, Тау, Тас бәрімен жүріп келген танк ғой, танк. Алғанында так 4 жыл болды. Алған кезде біраз дүниесі болған, оған қанағаттанбай, біраз дүниесін салдым. 4.5, жаңағы 5-ступенчатный, жаңағы 5 скоросты бар, мотор, өлмейтін мотор. Бұнда қазіргі машиналарға қарағанда бұда бәрі темір, реально темір. Капоттың өзі кәдімгідей ауыр. Міне, 2 аккумулятор. Бұл енді өздеріңізге белгілі. Бұл айтпаса да түсінікті. Бізге бірақ ол нәрсе емес қызығы. Бұл жерде мына жерде компрессор орнатылған. Бұл ана мосттарды қосқан кезде қосылады. Понятное дело, бампер, лебедка, сыртынан пультпен управляться етіледі. Дополнительно тағы да не бар дейсіздер ғой. Соны көрсетейін. Бұл өйткені басқа көліктерде жоқ дүниелер. Бұл бамперлер не көрмеді? Қандай тас көрмеді, қандай су көрмеді, талай арықтардан өтіп, талай тіреліп қалған кездер болған. Ал енді көліктің ең қызық жерлеріне келейік. Басқа көліктерде жоқ. Бұл мен орнаттым барлық нәрсені. Ол жаңағы міне решеткалар терезе. Неге? Өйткені заттар көп болады. Сол заттар ары-бері жүрген кезде айнаны сындырып алмау керек. Сондықтан осындай решеткалар қойылған. Мынау полка ар жағынан салынады. Ол жерге жаңағы мылтықта сияды, керек жарақтар тұрады. Дополнительный полка. Мына жерде мен қазір алып тастадым. Бұл жерде ара, балта қойылып тұрады мына жерде. Және міне ашады. Пожалуйста. Столик. Мына жерлер, мына нишалар дейді ғой, мына пространстволар құр бекерге кетпесін деп осындай полкалар қойылды. Бұл жерге газ тұрады. Майда шүйде заттарыңыз спокойно сияды. Мына жер бос әлі. А мына жерде де міне тағы да осындай ниша бар, осындай орын бар. Көп нәрселер сияды осының ішіне. Охотник, рыбактарда артық нәрсе жоқ қой. Барлық нәрсені пайдаланамыз. Және де мынандай ашылмалы кішкене жәшігіміз бар. Бұл жерге көбінесе мен продукты қоям. Және де міне тағы да біреу. Бұл жерде не жоқ десеңіздерші. Біраз дүние бар ғой мына жерде. Аптечка, компрессорге шланг, май дегендей. Светін бар, неяқты жанатын. Тағы да енді мына бетінде не бар деп ойлайсыздар ғой. Бұл жақта 93 литрға арналған газ бар. Енді объем 4.5, өзінде 180 литрлік бензин бак бар. Соған қосады 93 литр бензин құйса, шамамен 1000-1200 километр сіз ойланбай жүресіз ғой. Мына төбесіндегі багажникке қазір келеміз. Енді бұл көліктің тағы бір ерекшелігі, мен алған кезде обычный өзінің мына жерде кілем сияқты ковриктер болған. Мен мынандай линолеумге ауыстырдым. Өйткені охотник, рыбак біледі, бізде қан болады, болмаса су болады. Сол кезде мына жер сасымайды. Қайттан бір жуып жүрген кезде тазаланып кетеді. Ал артқы сиденьялары бір ерекшелігі, сиденьялардың бәрі RX 330-тікі ғой.
чехолдар тоже өзім кіптірткем. Неге? Өйткені бұл чехолдар жұқа емес, жыртылмайды. Және мынандай нишалар бар. Мына қалталар арнайы осындай газовый баллондарға арналған. Өйткені бізге көп жерлерде газ керек болады. Міне газ салдыңыз, су салдыңыз, артында бос орын. Осылай қалталар бос тұрмайды. Бұл көліктің тағы да бір ерекшелігі, мен жаңағы айттым ғой, артында бұл капитанский екі сиденье, ортасы ашық. Бұл ортасында менің мынандай на всей жизни дейді ғой, жаңа өмірлік барлық жағдайға керек карематым жүреді. Бұл ұйықтаған кезде, болмаса жаңағы намаз оқитын болсаң, болмаса бір далада тоқтап бір шай ішем десең де төсеп қоям. Осы нәрсе осы екі капитанский сиденьенің ортасында тұрады менде. Ресейден арнайы заказ беріп, осындай люк жасаттым, достар. Бұл люк, қараңыздар, су ақпайды, герметичный жасалған. Білесіздер, крузактың 76-ның крузактың еш біреуінде люк болмайды. Мынау люк под заказ өзім жасаттым, тағы да бар еді. Бұны шығасыз, былай үстінен алып қоясыз. Бұның анау мына жерінде екі резина қойылған, тарсылдамас үшін. Міне тұрдыңыз, қазақтың кең байтақ даласына бітеп қарап тұрасыз. Не деген керемет деп. Жүрген кезде міне ұстап аласыз. Барлығы жан-жақта. Мына жерде міне жаңа біздің боксымыз бар, тағы да оны мен жасатқам. Керек кезде аласыз да қайтып астыға танк сияқты кіріп кетесіз. Келесіз да міне әшейін жібере саласыз. Вуаля. Бұл көлік бағана айттым ғой, RX 330-дан алынғаннан кейін бұл жерде барлығы электроприводтар, сиденьелардың барлығы, орындықтардың барлығы. Бұл жерде, алдыңғы жерде енді көп нәрсе орнатылды менің тарапымнан. Басында мынандай нелі жоқ еді, мынау органайзер. Органайзерде подогрев сидений, орындықтарды жылытады. Алдыңғы свет, артқы свет, екі жанындағы свет, барлығы осы жерде кнопкамен орналасқан. Мына жерде USB зарядка, 12 вольттық міне гнездолар барлығы осы жерде орнатылған. Үлкен стакан, кіші стаканға арналған орындар. Мына жерге телефондарыңыз қоясыз. Мына жерде үлкен шкаф жатыр ғой, мына жерде. Бұл жерде не жоқ дейсіздер. Барлығы бар бұл жерде. Бүткіл дүние осында. Жаңа бұл жерде лебедканың шнуры тұр. Свет, анау, мынау, тряпка, отвертка деген, лампочка деген. В общем, біраз дүниемнен ішіне сыйлады. Одан кейін мен енді әдейі осында жасаттым. Бұл жаңа очки салғыш, бұнда светімен. Бұндай нәрсе, яғни очки салғыш, осында 76-ларда жоқтың қасы. Ал бізге ол керек дүние. Және мынау бұрынғы хозяиннан келген допик, яғни бұл мылтық салат, бұл вертикалка, қысқа мылтықтар бар ғой, вертикалка. Сол әдемі тұрады мына жерге. Сол мен алған жоқпын, сол қалпында тұр осы жерде. Қосатын айтпақшы, жаңа блокировкалар, мосттың блокировкалары осында жаңағы компрессормен қосылады барлығы. Бұдан бөлек, енді кім түсінеді, кім түсінбейді, мынада бір кнопка бар. Бұл кнопкада бұл керек кезде бүткіл фаралар өшеді ғой. Жанбайды. Оны білетіндер біледі. Төбесіне шығу үшін қазір жауып өзін мынау саты ретінде пайдаланамыз. Хоп, ұстаймыз, әрі шығып кетеміз. Бұны былай ашамыз, өзінің құлпы бар, керек болса құлыптапсыз. Мына жерде де құлпы бар, просто мен оны құлыптамаймын. Көп дүние сияды бұяққа. Мен басынан бұяққа спальный мешок,
палатка, керек болса міне отында тасығанбыз. Керек дүниенің бәрін осында қойып қоямын. Мына бетінде соңғы нәрсе ол хайджек домкраты тұр. Мынау жіппен байлап қойған себебіміз, өйткені қимылдамайды. Әйтсе қимылдап мынау жолда мазаңды алады. Батып кетесің белшеңнен, сол кезде хайджекті алып пайдаланып шығарып аласың машинаны. Енді әлбетте бұл ескі машина болғаннан кейін мынандай шірген жерлері бар, енді онсыз болмайды. Бұл шрам украшает мужчин сияқты ғой. Бұл енді жөнделетін дүниелер ғой, керек болса жөндеп аламыз. Бірақ бұл сондай балшық болсын, су болсын, трасса болсын жүре беретін дүние ғой. Дөңгелектері МТшкалар, грязевой. Мен өзім бұл көлікпен трассада 140-пен спокойно жүрем. Бұл көлікпен, достар, мен өзім аңшы болғаннан кейін, балықшы болғаннан кейін, бұл көлікпен мен 3000 метр деңгейдегі тауға шығып, төмен қарай понижайка бәрін қосып, төмен қарай 2500-ге дейін былай мынандай спускпен түскем. Сондай мықты машина, қайттан көтерілгем. Бұрын Советский Союз кезінде салынып кеткен жолдар ғой. Сондықтан басымыздан талай нәрсе өтті бұл көлікпен. Бұл көлік сатылымда негізі. Неге десеңіз, өйткені бір адамның ары қарай бір дамуы болады ғой. Сол дамуыма байланысты бұл көлікті де сатып жатырмын. Бірақ оған дейін сатқанша өзім біраз пайдаланамын деп ойлаймын. Алам деушілер болатын болса, телефон астыда хабарлассаңыздар болады.